Біріккен ұлттар ұйымының Берлиндегі министрлік конференциясында Қазақстан қорғаныс ведомствосының басшысы генерал-полковник Руслан Жақсылықов еліміздің бітімгерлік қызметі туралы баяндама жасады. Қорғаныс ведомствосының басшысы Қазақстанның қазіргі мүмкіндіктері мен бітімгерлік әлеуеті туралы баяндады. Ол кездесуде қатысушыларды еліміздің бітімгерлік қызметінің географиясын кеңейту және Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери қызметшілерінің ұйымының бітімгерлік миссияларына қатысуын әртараптандыру туралы хабардар етті. Біріккен ұлттар ұйымының Берлиндегі министрлік конференциясы аясында Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасарлары Жан-Пьер Лакруа мен Атул Харемен екіжақты келіссөздер өтті. Тараптар Қазақстан қорғаныс министрлігі мен Біріккен ұлттар ұйымы хатшылығы арасындағы бітімгерлік қызмет аясындағы өзара іс-қимылды кеңейту перспективаларын талқылады. Қорғаныс министрі Қазақстан қарулы күштері Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік қызметі бағыты бойынша ынтымақтастық шеңберінде өзара іс-қимылдың басқа да басым бағыттарын қарауға дайын екенін жеткізді. Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың басшылығымен қазақстандық әскери делегация ұлы жеңістің 80 жылдығына орайластырылған іс-шараларға қатысты. Ресей астанасындағы әскери шеру жылдың басты оқиғасына айналды. Қызыл алаңда сап түзеген салтанатты есеп топтар құрамында Кеңес одағының батыры генерал-майор Иван Панфилов атындағы 37-ші десанттық шабуылдау бригадасының 80 әскери қызметшісі болды. Беларусьте қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Шайхасан Жазықбаевтың басшылығымен қазақстандық делегация ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған салтанатты іс-шараларға қатысты. Минск Батырқала обелискінде әскери шеру өтті. Сапар аясында генерал-майор Шайхасан Жазықбаев Беларусь Республикасының әскери академиясында, Беларусь мемлекеттік авиация академиясында оқитын қазақстандық курсанттармен және әскери шеруге қатысатын Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ту ұстаушылармен кездесті. Қазақстан қарулы күштерінің командасы Аризона штатындағы Кэмп Наваха әскери базасында өтетін жыл сайынғы Best Warrior байқауына қатысуда. Онда Қазақстан намысын 54-835А әскери бөлімінің батальон сержанты, 3-ші сыныпты сержант Аслан Дархан мен өткен жылғы кәсіби сайыста жүлделі орынға ие болған 18404 әскери бөлімінің рота сержанты, 3-ші сыныпты сержант Рауан Тоқтарбеков қорғауда. 10 негізгі жарыстан тұратын байқауға ақш, Фиджи, Гуам, Тонга және Филиппиннің 7 штатынан келген әскери қызметшілер қатысып жатыр. Біздің әскери қызметшілер тамаша көрсеткіштерді көрсетуде. 3-ші сыныпты сержант Дархан Аслан 800 метрді 2 минут 5 секундта жүгіріп өтті. Оның нәтижесі Аризона штатының ұлттық гвардия байқауы тарихындағы рекорд ретінде тіркелді. Батыс өңірлік қолбасшылығы теңіз жаяу әскерлері бригадасында жас сарбаздардың жауынгерлік дайындық сабағы қарқынды өтті. Материалдық техникалық қамтамасыз ету базасы мен теңіз жаяу әскерлері бригадасына көктемде шақырылған жас сарбаздар Калашников автоматынан алғашқы атыстарды тапсырды. Кедергілер жолағын еңсеріп, танкпен сынақтан өтті. Оқу ұрыс жағдайына барынша жақын жағдайда өтті. 600-ге жуық сарбаз жас жауынгер курсының негізгі элементтерін игерді. Мұнда күш-қуат төзімділігі ғана емес, психологиялық тұрақтылық та бағаланады. Алда теңіз жаяу әскерлері әскери ант беріп, теңіз шабуылдау батальондарының құрамындағы қызметін жалғастырады. Астанада 99-255 әскери бөлімінің базасында запастағы әскери міндеттілердің кезекті 10 күндік жоспарлы оқу-жаттығу жиыны басталды. Астана қаласының аумақтық қорғаныс бригадасына даярлықтан өту үшін 70 әскери міндетті офицер мен 30 сержант шақырылды. Жиынның негізгі мақсаты жұмылдыру ресурстарын дайындау және қайта даярлау, әскери міндеттілердің далалық білімін және олардың іс-қимыл үйлесімділігін арттыру. Жиын сонымен қатар жұмылдыру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу саласындағы бригада басқармасының басшылық құрамының білімін жетілдіруге бағытталған. Жас жауынгер курсынан өткен Алматы, Жетісу және Қонаев гарнизондарындағы десанттық шабуылдау әскерлерінің жас сарбаздары әскери ант берді. Ант қабылдағанға дейін жас жауынгерлер әскери бөлімнің тарихымен және дәстүрлерімен танысты. Қару-жарақ пен техниканың тактикалық-техникалық сипаттамаларын, мемлекеттік, құқықтық, саптық және атыс дайындығының негіздерін зерделеді. Үндістан астанасы Делиде Қазақстан қарулы күштері арнайы операциялар күштерінің қызметшісі армрестлинг жарыстарында құрлықтың алтынын ұтып алды. 55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Сейдіш Сандуғаш қырғызстандық спортшы Молмол Аким Қошоқызын жеңді. Чемпион жеңіске жетуде қарқынды жаттығулар шешуші рөл атқарғанын атап өтті. Ол арнайы операциялар күштерінің қолбасшылығына көрсеткен қолдау үшін алғысын жеткізді. Қазақстан қарулы күштерінің әскери қызметшісі аға лейтенант Бекзат Алмахан UFC 315-те сәтті өнер көрсетті.
Канадалық спортшымен жекпе-жекте Бекзат Алмахан 33 жастағы Брэд Кэттаны техникалық нокаутпен жеңді. 3 раундқа есептелген жеңіл салмақтағы қарсыласу Алмаханның 64 секундтағы жеңісімен аяқталды.